Құрметті азаматтық төтенше жағдай қызметкерлері, сіздерді Жамбыл облысы Тараз қаласы Бауыржан Момышұлы атындағы номер 45 қазақ классикалық гимназияның оқушылары атаулы төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтайды. Отбасыларыңызға бақ-береке, ырыс тілейміз. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Қазақстандықтар жыл сайын 1 наурызда дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күні атап өтеді. Қазіргі уақытта күн сайын әртүрлі табиғи және техногендік оқиғалар мен төтенше жағдайлардың пайда болуы орын алуда. Ережелер арқылы қандай да бір сыни жағдайда өзін-өзі ұстау ережелерін үйренудеміз. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күнімен құттықтаймын. Каждый год 1 марта отмечают праздник Всемирный день гражданской обороны. Почему Всемирный день гражданской обороны отмечается именно 1 марта? Потому что эта дата приурочена к созданию 1 марта 1972 года Международной организации гражданской обороны. Учитывая то, что в наше время ежедневно происходят разные природные и техногенные происшествия и угроза возникновения чрезвычайных случаев, проведение таких мероприятий очень актуально. Дорогие казахстанцы, с праздником Днем гражданской обороны! People of Kazakhstan celebrate the World Civil Defense Day on the 1st of March. In our time when various natural and man-made accidents and threats of emergencies occur every day. Such events are very important. Dear people of Kazakhstan, we congratulate you on the Day of Civil Protection.